19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Зерттеу сұрағы. Неге 19 ғасыр қазақ халқының дәстүрлі музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Ойланып көрейік. Қазақ халқының музыкалық аспаптарының түрлері мен ұлттық ерекшеліктері туралы не білесіңдер? Бүгінгі күні қандай ұлттық музыка аспаптары қолданылады? 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген көптеген аса көрнекті әншілер мен күйшілер халық музыкасының негізін қалады. Сондықтан бұл кезеңді қазақ музыкасының гүлденген дәуірі деп атайды. Қазақ музыкасының дамуына өзіндік үлес қосқан атақты күйшілердің қатарында Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы және тағы басқалар болды. Қазақтардың ұлттық музыкалық аспаптарын жіктеп төмендегідей топтарға бөлуге болады. Үрмелі аспаптар, сыбызғы, қурай ысқырғыш, үшпелек үскірік, саз сырнай, тастау, ысқыру, ұран, қамыс сырнай, қос сырнай, қауырсын сырнай, мүйіз сырнай, бұғшақ, керней. Шертпелі аспаптар. Жетіген, шертер, домбыра, адырна, шіңкілдек, ортеке, үш ішекті домбыра. Ұрмалы аспаптар. Даңғыра, кепшік, дабыл, дулыға, дауылпаз, шыңдауыл, тұяқтас, тоқылдақ, шың. Құрманғазы Сағырбайұлы. Бөкей ордасының жиделі жерінде дүниеге келген Құрманғазы Сағырбайұлының 60-тан астам күйлері сақталған. Күйші Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған шаруалар көтерілісіне қатыса отырып, кішкентай күйін шығарды. Ал бал Браун күйінің шығу тарихы мүлдем басқа. Браун деген неміс бал ұйымдастырып, соған түрмеде жатқан Құрманғазыны алдырады. Құрманғазы осы күйді сол жерде бірден шығарып орындаған екен. Күйдің музыкалық кейпіне қарағанда, онда бидің негізі бар, көңілді, шабытты, жеңіл ырғақты болып келеді. Дәулеткерей Шығайұлы аса көрнекті композиторлардың бірі. Ауқатты отбасында дүниеге келген күйші 1855 жылы 2 Александр патшаның тәж кию салтанатына қатысты. 1860 жылдары Құрманғазымен кездесіп, бір-бірімен күйлер алмасып, жиі-жиі күй тартысына түсті. Күйшінің алғашқы күйлері қыз ақ желең, қос алқа, қоңыр, желдірме, ысқырма. Мысалы, қос алқа сұлу қыздың бейнесі, сылқым жүрісі, алқасының сылдыры бейнеленген күй. Ал жігер күйі күңірене ойналады. Тәттімбет Қазанғапұлы, Ресей патшасы 2 Александрдың таққа отыру салтанатына қатысқан, ел басқару ісіне ерте араласқан атақты қазақ күйшісі. Ол Шоқан Уәлиханов, Адольф Янушкевич, Григорий Потанин секілді атақты ғалымдармен қадірлес сыйлас болған. Тәттімбеттің алшағыр, азамат, бертіс күйлері ерлікті, азаматтықты насихаттайтын жоғары рухтағы күйлер. Мың бұралған өзен ағысы, бұлақтың қоңыраулы сыңғыры, қалың ормандағы құстардың әсеміні ұласып жатқан былқылдақ күйі табиғат тынысын дәл жеткізеді. Ықылас Дүкенұлы қобызшылар әулетінде туып өсті. Туып өскен жері Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданы Мұңлы-Қулы тауларының етегі. Ықыластың әкесі Дүкенде, оның әкесі алтында қобызшы болған. Оның Кер толғау, Ерден жалғызаяқ, Жарым патша, Жезкиік сияқты күйлерінде өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық әлеуметтік көріністері бейнеленсе, Қамбар назым, Айрау, Қазан сияқты күйлерінде ел арасында кеңінен тараған аңыз әңгімелер, қиял ғажайып оқиғалар арқау болды. Тәттімбет пен Дәулеткерей күйлерінде қандай тарихи оқиғалар суреттелген? Бұл оқиғалар күйшілердің саяси көзқарасының қалыптасуына әсер етті ме? Қазақ күйшілері Ресейге қандай мақсатпен барды? Мәтіндегі деректер арқылы күйшілердің өмірлерін сипатта. Қазақ өнері дамуының алтын ғасыры болып саналатын 19 ғасырда музыка мәдениеті шарықтау шегіне жетті. Ақын күйшілер ұлттық дәстүрді сақтаушылар ғана емес, бұрынғы мен бүгінгіні жалғастырушы алтын көпір бола білді. Күй арқылы белгілі бір тарихи оқиға туралы білуге бола ма? Ойыңды дәлелде.